Қалайсыздар достар, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын қыстық салат дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге помидор, пияз, тәтті бұрыш, сәбіз, чеснок қажет болады. Барлық ингредиенттерді турап аламыз. Енді тәтті бұрышымызды тураймыз, оны кубик етіп турап аламыз. Сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Чесногымызды майда-майда етіп кубиктап тураймыз. Помидорды ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар болады. Менде жоқ болғандықтан осылай кубик етіп турап алдым. Қазанымызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қызғаннан соң үстіне пиязымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Пиязымыз қызарды, енді үстіне тәтті бұрышымызды, сәбізімізді салып, араластырып аламыз. Бір 2 минуттай қуырып аламыз. Енді помидорымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді чеснок, тұз және лавр жапырағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Помидорымыз қайнап шықты. Енді үстіне осылай укропымызды салып, тағы да араластырамыз. Помидорымыз 20-30 минуттай қайнайды. Ол уақыт аралығында біз банкаларымызды жуып, жақсылап парлап аламыз. Енді дайын болған помидорымызды банкаларымызға құйып, жауып аламыз.
Осылай крышкасын қойып, жапқышпен жауып аламыз. Біздің салатымыз осындай болып шықты, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын!